Қазір менің балансымда 670 рубль бар екен. Мына жерде PR-ді таңдаймыз, вывести басамыз. Сәлем достар, бүгін топ 3 ақша табатын сайт жайлы болады. Ешқандай салымсыз тапқан ақшаны қалай картаға шығарып аламыз, соны көрсетемін, сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Бірінші сайт бізде CryptoClix деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы жерде біз криптовалюта арқылы ақша табатын боламыз, ешқандай салымсыз. Қазір барлығын сіздерге толық түсіндіретін боламын. Қазіргі кезде 53 мың пользователі бар екен. Енді біз регистрация дегенге басамыз. Бұл жерде өте оңай, email, парольдарыңызды жазып, ары қарай яғни робот сайнапты басасыздар болды. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз. Ағылшынша болғанымен сайт барлығы өте түсінікті және оңай. Тек қана сіздер осы видеоны көріп, соңына дейін қайталасаңыздар болады. Ең бірінші біз PTC дегенді таңдаймыз. Бұл былайша айтқан кезде серфинг сайтов, әртүрлі сайттарға кіріп 25 секунд, 12 секунд көргеніміз үшін бізге 30 мың коин ақша төленеді екен. 300 мың коин дейді, міне 150 мың коин. Жалпы осылай. Міне бізде үстінде таймер бар. Осы біткеннен кейін бізге ақша төленеді. Осылай достар, ешқандай қиындығы жоқ. Басқа да сайттарды өздеріңіз телефон арқылы көріп шыға аласыздар. Енді келесі үстінде бізде short links деген бар, соны таңдаймыз. Ары қарай мына жерде біз энергияны жинау керек екенбіз. Мысалы осы біреуін таңдаймыз. Одан кейін осы жерде ешқандай рекламаға баспайсыздар достар. Ең астында бізде Climb деген болады обычно, или яғни робот. Осыларды таңдаймыз. Осы сайт бізге осындай рекламаларды көрсеткені үшін ақша табады. Сол ақшамен одан кейін бізбен бөлісетін болады. Сондықтан да біз осы рекламаларды көріп отырмыз. Ең астындағы цифр осыны таңдайсыздар. Сол үшін міне тағы қосымша ақша таптық. Ары қарай үстінде қарап тұрсаңыздар, бізде Big Faucet деген бар, соны таңдасаңыздар, бұл жерде кішігірім бонус алуға болады. Ол үшін яғни робот дегенді таңдаймыз мына жерде. Одан кейін 2-7-3-ті қатарынан таңдауымыз керек. 2, одан 7, 3 астындағы кнопканы басамыз. Болды, бізге тағы қосымша ақша төленді. Одан кейін әрбір 10 минут сайын осы жердегі бонусты біз алады екенбіз. Осылай достар, сайт өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. PTC-да, Shortlinks-да да әртүрлі сайттарды жай ғана көресіздер. Сол үшін сіздерге коинмен төлейді ақша. Ары қарай осы жердегі ақшаны шығарып алу үшін трансфер дегенді таңдайсыздар. Одан кейін мына жерде withdraw, яғни вывести деген жерде Litecoin, одан кейін Tron бар, Binance, Dogecoin, Zcash, яғни таңдауға болады. Мысалы біз Litecoin-ді таңдаймыз. Одан кейін мына жерге Wallet or ID деген жерге, получается, өздеріңіздің Faucet ID-ларыңызды жазу керек болады. Ол үшін біз осы FaucetPay сайтын қолданамыз. Одан кейін регистрация жасап болғаннан кейін өзіміздің кошелекті міне копировать бастық. Мына жерге номерді жаздым, Instant Withdraw дегенді басамыз. Болды, біздің ақша вывод жасалды. Видеоның соңында осы FaucetPay және де AnyCash деген жақсы цифровой кошелек бар, сол туралы түсіндіретін боламын, қалай ол жерге ақшаны шығарып алуға болады. Одан кейін жаңағы AnyCash сайтынан қалай өзіміздің картамызға вывод жасаймыз, соның барлығын түсіндіремін. Екінші сайт бізде Cryptoly деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл бірінші сайтқа ұқсас, сондықтан да осы жерге де кіріп қосымша ақша таба аласыздар. Үстінде бізде Payment Proof деген бар, соны таңдаймыз. Одан кейін көрулеріңізге болады қалай күнделікті әрбір сағат сайын адамдар ақшаларын шығарып жатыр, яғни BNB кошелек бар, Tron, биткоинға. Сондықтан да осы сайтқа кіреміз, регистрация басасыздар сіздер. Жаңа айтып кеткенде осы екі сайт бір-бірімен өте ұқсас. PTC-ADS, Shortlink, Climb, PTC-ADS дегеніміз әртүрлі сайттарды көреміз. Surfing 45 секунд, 15 секунд. Сол сайтта тұрғанымыз үшін бізге 385, 13 коин төленеді екен. Ары қарай осы жерден ақшаны шығарып алу үшін біз мына жерде вывести дегенді таңдаймыз. Үстінде кошелек FaucetPay, ал ақшаны біз Tronға немесе Binance коинға шығарып алуымызға болады. Мына астынан көрулеріңізге болады. Дәл қазір осы 30 минут бұрын мен выводқа қойып қойған болатынмын Binance коинмен осынша монетаны. Ал бізде үшінші ең мықты ақша табатын сайттардың бірі Aviso, ссылкасы видеоның астында болады. Осы сайтқа мен оның алдында обзор жасаған болатынмын. Бұл жерде бізде заработатьқа басатын болсақ, заданиялар бар, серфинг бар, тест, YouTube, VK. Жалпы бұл жерде заданиялар өте көп және де жақсы ақша төлейді. Қазір менің балансымда 210 рубль ақша бар екен. Осы ақшаны қазір сіздерге шығарып көрсететін боламын. Енді қараңыздар достар, көбінесе осы ақшаны мен PR-ға шығаратынмын. Бүгін біз биткоинді таңдаймыз. Өйткені қазіргі кезде AnyCash деген жақсы цифровой кошелек пайда болды. Бұны біз Telegram арқылы да қолдана аламыз. Ол үшін кошелек дегенді таңдаймыз. Одан кейін пополнить. Осы жерде өздеріңіз таңдай аласыздар. USD, евро, KZT, яғни теңге, USDT стейбл коиндар бар, биткоин. Жалпы бізге керегі биткоин. Міне біздің адрес кошелька, оны мен жазып қойған болатынмын. Осы
осы жерде көрсетіліп тұр. Одан кейін выплатить басамыз. Выплата 210 рубль осы кошелекқа успешно произведена деп шықты. Ал бізде төртінші сайт TaskPay деп аталынады. Өте керемет сайттардың бірі. Бұл жерде әрбір заданияға 6-5 рубль жалпы жақсы ақша төлейді. Мына үстінде біз по цене дегенді таңдауымызға болады. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай жай ғана регистрация жасағанның өзіне 50 рубль, отзыв қалдырғанға 30 рубль төлейді. Жалпы осындай жақсы сайт. Егер де сіздерге осы сайт ұнаса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады, толықтай обзор жасайтын боламын. Мына үстінде бізде 680 балансқа кіреміз. Вывести средства дегенді таңдаймыз. Бұл жерде бізде екі баланс бар. Біріншісі рекламный баланс, екіншісі основной баланс. 670 рубль. Осы ақшаны біз шығара аламыз. Мына астында 670 деп жазамын. Одан кейін ақшаны Kiwi'ға, Payeer'ға, YouMoney'ға шығарып алуға болады. Оның ішінде ең керегі бізге ол Payeer кошелек. Енді достар, осы жер өте маңызды. Көбісінің қоятын сұрақтары: осындай сайттардан ақшаны тауып жатырмыз. Одан кейін ол ақшаны біз Payeer кошелекқа шығарып алдық дейді. Одан кейін Payeer кошелектен ары қарай қалай картамызға шығарып аламыз деген сұрақтар туындайды. Қазір сіздерге соның барлығын көрсететін боламын. Біріншіден, біз жаңа айтып кеткендей, Payeer кошелекқа ақшаны шығарып аламыз. Ол үшін вывести дегенді таңдаймын. Міне бізде шықты: ваш запрос на вывод в размере 663 рубль успешно принят деп. Осы сайт ақшаны без проблем төлейді, сондықтан да міндетті түрде қолданып көріңіздер. Жаңағы басқа сайттардан тапқан барлық ақшамызды осы Anycash арқылы өзіміздің жеке карталарымызға шығарып алуға болады. Шынымен де Телеграмдағы удобный және безопасный цифровой кошелектердің бірі, өйткені өзім бір айдан астам уақыт қолданып жатырмын. Осы Anycash цифровой кошелегімен 1 326 000 адам қолданып жатыр екен. Сондықтан да ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Одан кейін сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Өздеріңізге кошелек ашу үшін мына жерде создать кошелек в Telegram дегенді таңдайсыздар. Осы Payeer'ға түскен ақшаны ары қарай картаға шығарып алу үшін бізде биткоин бар, USDT бар, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, USDT-ны таңдаймыз. Вывести басамын. Одан кейін выберите шаблон деп тұр мына жерде. Одан кейін Tether TRC20. Ол үшін біз Anycash Telegram ботқа кіреміз. Кошелек дегенді таңдаймыз. Одан кейін мына жерде бізде пополнить дегенді басасыздар. Ары қарай USDT-ны таңдаймыз, өйткені біз жаңа Payeer'да соны таңдаған болатынбыз. TRC20. Міне біздің жеке кошелек номеріміз. Осыны скопировать етіп аламыз. Осы жерге қойдым. Одан кейін сумма мысалы $10 деп жазамыз. Перевести. Болды, вывод успешно выполнен деп шықты. Жаңағы біздің жіберген ақшамыз осы Anycash кошелегіне түседі. Мына жерден көрулеріңізге болады. Бізде кошелек бар, настройки, одан кейін поделиться номером дегенді басыңыздар. Ары қарай обмен бар. Осы обменді таңдаймыз, өйткені менде қазір 0.1 Litecoin бар екен. Обмен таңдаймыз. Ары қарай біз продать басамыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай жаңа ғана зачислено 10 USDT деп жазылып тұр. Жаңағы жіберген ақшамыз уже түсті. Ал біз болсақ мына жерде Litecoin'ді таңдаймыз. Одан кейін Litecoin'ді теңгеге ауыстыратын боламыз. Қазір бізде 1 Litecoin'ның бағасы 28, біздің балансымызда 0.1 Litecoin бар екен. Осыны жазамыз. 0.1 Litecoin'ымыз 2831 теңге болады. Совершить обмен. Болды достар, отдали 0.1 Litecoin, получили 2831 теңге. Қайтадан кошелекке кіретін болсақ, міне достар, KZT деп тұр, біздің ақшамыз осы счетта екен. Енді ол ақшаны шығарып алу үшін біз отправить дегенді басамыз. Одан кейін KZT дегенді таңдаймыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде USDT бар, одан кейін KZT бар. Осыны таңдайсыздар. 2831 теңге. Минимально бізде 500 теңгеден вы хотите получить Visa немесе MasterCard деп жазылып тұр. Осы жерге өздеріңіздің карта номерларыңызды жазасыздар. К отправке бізде 2219 теңге болады екен, комиссия 19 теңге. Одан кейін осы картаны жібереміз. Осы жерге к отправке жазылып тұр 2219 теңге. Мына жерде осы карта отправить басамыз. Получение 2200 теңге. Міне статус бізде в процессе деп шықты. Ақша уже менің картама моментально түсті. Осы Anycash кошелегін күнделікті қолдануға болады. Бұл жерден сіздер криптовалютаны сатып аласыздар. Bitcoin, Ethereum, Litecoin және де Stablecoin, жаңағы айтып кеткенде USDT. Соның барлығын сақтауға да болады. Одан кейін басқа адамдарға жібере аласыздар. Міне қайтадан кошелекқа кіреміз. Одан кейін бұл жерде біз обмен дегенді таңдаймыз, өйткені менде қазір 10 USDT бар екен. Ары қарай продать дегенді басамын. Бұл жерде біз ең басында USDT-ны таңдаймыз. USDT мен KZT бізге керегі обмен. Баланста суммада бізде $10 бар. Перевод. Одан кейін совершить обмен. Міне достар, бізде қазір получили 4650 теңге. Ары қарай кошелек таңдаймыз. Одан кейін отправить басамыз. Мына жерде KZT таңдаймыз. Ары қарай 5261 теңге бар. Біздің қазір баланста осыны. Мына жерге введите сумму, которую хотите получить дейді. 5200
теңге. Одан кейін используемый ранее реквизиты бар. Мен болсам қазір басқа реквизитқа жіберіп көремін. Қосымша 53-56. Получению 5200 теңге қазір бізде в процессе деп шықты. Қазір маған ақша түскен кезде скрин осы жерге салып қоятын боламын. Қазір сағатты көріп тұрғандарыңыздай 17:45. Міне менде скринді көрулеріңізге болады. Сағат 17:45, 5200 теңге ақша менің балансыма түсті.